Ассалаумағалейкум, қайырлы күн болсын. Алматыда керемет ауа райы. Жаңбыр жауып тұр міне. Жалпы біз жүріңдер дейміз ғой. Егер денім сау болсын десең, өзіңді өзің жең, нәпсіңді жең, тұр да жүр дейміз. Ал біреулер айтады, бүгін жаңбыр жауып тұр екен, бүгін күн ыстық екен, бүгін қар жауып тұр екен деп. Біз айтатынымыз сол. 4 мезгілмен шынығу дейміз. Ол деген біз қалай? Жаңбыр жауып тұрма, тұр да жүр. Қар жауып тұрма, тұр да жүр. Күн 40 градус ба, тұр да жүр. Күздің салқыны ма, тұр да жүр. 40 градус аяз ба, тұр да жүр. 40 градус ыстық ба, тұр да жүр. Жаттығу жаса, серуенде. Сонда адам баласы мұна ауамен, табиғатпен бірге шынығады. Ауамен сондай күш алады. Әр мезгілден сонымен шынығады. Сонда ол кез келген жағдайға төтеп беретін болады деп біз ойлаймыз. Әуелі Алла жар болсын. Содан кейін өзіңіз тұрып, соны жасаңыз, харекет етіңіз, Алла тағала харекетке берекет береді. Міне мына жерді қарасаңыздар, анау кетіп бартқандар менің қыздарым. Одан басқа бұл жерде жүріп жүрген адам көрмейсіздер. Менің байқағаным бұл жерде жүреді енді. Бұл жерде жүретіндердің барлығы жасы келген адамдар, 50-ден асқан, 60-тан асқан адамдар. Олар дәрігер бір диагноз қойып, одан кейін сіз қимылдаңыз, сіз жүру керексіз деп қинағаннан кейін барып жүріп жатады. Ал өз еркімен бұл жерде жүріп жүрген жастар енді бірең сараң бар. Бір-екі орысты мен білемін жастарды. Содан кейін бір қазақтар бар. Некен саяқ дейді ғой, аз, өте аз. Сондықтан өзіңіз тұрыңыз, балаңыз тұрғызыңыз. Күйеуіңіз, әйеліңіз, барлығыңыз осылай жүру керексіздер. Жаттығу жасау керек, серуендеу керек.